Сәлеметсіздер ма? Болашақ университетінің студенттері, қоғамдық пәндер, тарих және география кафедрасының ұйымдастыруымен философия пәнінен сіздерге видео дәріс ұсынамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өмір және өлім, өмірдің мәні. Дәрісіміздің негізгі мақсаты философиядағы өмір мәселесі, қазақ философиясы, оның ішіндегі ақын жыраулар, сал серілер, билер, батырлар, философияның ешқандай философияда жоқ екендігін дәлелдеп, ұлттық философияны жоғары дәрежеге дәріптеу. Негізгі қарастыратын түсініктер заман, зар заман, сенім және парасат, адамшылық, тарих философиясы, билер философиясы, әлеуметтік философиясы, дін философиясы, жеті жарғы. Бүгінгі дәрісіміз бойынша жоспарға тоқтала кетсек, бірінші адам болмысының категориялары: бақыт, сенім, өмір және өлім. Екінші, өмірдің онтологиялық және аксиологиялық мазмұны: адам, оның ажалдығы және ажалсыздығы. Іргелі философиялық мәселелердің өмір және өлім мәселесімен байланысы: метафизика және моральдық философия. Өмірдің мәні, оның шектеулігін ұғыну: уақыт, мәңгілік және мақсат. Қорқыт дүниетанымындағы мәңгілік өмір мәселесі: өмірдің мәні, өмірдің мәнін іздеу, қазақ философиясы. Осы тақырыптарды жеке қарап тоқталатын боламыз. Өмірдің мәні. Өмірдің мәні туралы ойланбайтын адам бар ма деген сұраққа кім болса да жоқ, өз өмірінің мәні туралы ойланбайтын, толғанбайтын, мағыналы өмір сүруге әрекет етуге тырыспайтын адам болмайды деп жауап беретін болар. Олай болса, біз де бір уақыт өз өміріміздің мәні туралы ойларымызды ортаға салып көрейікші. Ұлы Абайдың жас ұрпаққа атаның ұлы болма, адамның ұлы бол деп өсиет қалдырғаны белгілі. Әрине, бұл жерде өз атына лайық, ізгі мейірімді, өзгелерді қадірлейтін, өз мүддесін қоғам мүддесімен ұштастыратын